эфирге кіргізсін деп шақырып жатырсың. Шықты, шығады. Громкость какая? Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым. Қазақ сөз өнерінде айшықты із қалдырған ақын мұрасы ұлттық руханияттың асыл қазынасы. Оның шығармашылығы ұлт тарихындағы айтулы тарихи тұлғалардың ерлігін, халқымыздың түрлі кезеңдердегі саяси әлеуметтік тыныс тіршілігін тануда үлкен маңызы зор. Биыл әскери ақынға 170 жыл орындалып отыр. Осыған орай аудан көлемінде біршама іс-шаралар өткізілуде. Бүгінгі біздің кешіміз Дәстей Әлімбаевтың 170 жылдығына арналады. Біздің қонақта зерттеуші Оразбек Мақсұтұлы Жұмашевпен біргеміз. Ақынның өмірі туралы білгілеріңіз келсе, сұрақтар қойып бізге қосылып отырыңыздар. Доскей мересі. Ол халық ауыз әдебиетінің асыл қазыналары, жыр-дастандар мен айтыстың түрлерін, қиссалар мен ертегілерді жырлаған эпик ақын. Назарларыңызға Доскей туралы дайындаған слайдты ұсынамыз. Сондай-ақ Дәстей Әлімбайұлы жетім бала мен шебер уәзір, бақыт іздеген Тазжан сияқты ертегілер мен хан кене, қажы мұқан сияқты кең көлемде тарихи дастандарды жырлап қалдырған. Айтыс ақындар шоғырының ірі өкілі, суырып салма өнердің хас шебері, халық ауыз әдебиетінің інжу маржандарын сақтап жеткізуші, кең тынысты эпик, сөз зергері, айтыс майталманы Доскей Әлімбайұлының 175 жылдығына арналған іс-шарамыз бүгін Доскей танушы, ақын журналист, Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданы Арқалық кең шарында дүниеге келген Жұмашев Оразбек Мақсұтұлымен әлеуметтік желіде тікелей эфирде бүгін қонақта. Қош келдіңіз, Оразбек аға. Рахмет. Уақыт тауып бізбен тікелей эфирге шыққаныңызға көптен көп рахмет. Бірінші сұрағымыз, Оразбек аға, өзіңіз туралы қысқаша мәлімет айтып өтсеңіз.
Мен өзім 1968 жылы мамыр айының 30-ында Егіндібұлақ ауданы Арқалық совхозында тудым. 1990 жылы Қарағанды қаласындағы мемлекеттік университетінің қазақ тілі және әдебиеті факультетіне оқуға түстім. Осы Қарағанды мемлекеттік университетінде оқып жүргенде 1992 жылы Қарағанды облыстық замандас жастар газетінде арнаулы тілші болып алғашқы журналистік қызметімді бастадым. Бұдан басқа Шипагер газетінде, медициналық Шипагер газетінде арнаулы тілші болып жұмыс атқардым. 1994 жылы Қарағанды облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз тобында инспектор болып журналистік қызметімді әрі қарай жалғастырдым. Жалпы Доский танушылыққа қалай келді дегенге жауап беретін болсам, 2012 жылы Қарағанды... Қай уақыттан бастап Доский зерттеп жүрсіз? Мен өзім 2012 жылы Қарағанды қаласындағы Болашақ академиясының қазақ тілі әдебиеті факультетінің магистратурасына оқуға түсіп, осы магистратурада оқып жүргенде арнайы ғылыми жұмысым Доский Әлімбаев халық ақыны деген ғылыми тақырыпты таңдадым. Осы уақыттан бастап Доский Әлімбайұлы туралы жан-жақты зерттей бастадым. Доский Әлімбайұлының айтыскерлігін, оның бойындағы ақындығын, жазушылығын, оның Доский ақынның әдеби мұраларын жан-жақты зерттей бастадым. Осы магистратурада оқып жүргенде Доский Әлімбайұлының балалық шағына байланысты мәліметтер жинадым. Доский Әлімбайұлының балалық шағына байланысты мәліметтердің аз екенін аңғардым. Сол кезде ойыма Доский Әлімбайұлының балалық шағы туралы әңгіме жазу идеясы ойыма келді. Сол 2012 жылы Доский Әлімбайұлының балалық шағы туралы әңгімені фантастикалық жанр түрінде жазып шықтым. Жалпы осы Сарыарқаның орталық аймағында орналасқан Қызылқұдық, Аққұдық, Майқұдық, Соран елді мекендерін қоныстанған Байдәулет, Шындәулет, Сармантай бабамыз текті ұрпағы, халық ақыны Доский Әлімбайұлының 70 жыл мерейтойымен барша қарағандылықтарды, қазақ елін құттықтаймын. Биыл Доский Әлімбайұлының 170 жыл мерейтойына орай Қарағандының Карму баспасынан Арқа ақыны атты кітабымды шығардым. Бұл Доский ақынның мерейтойына арналған менің кітабым болмақ. Бұл жай ғана кітап емес, бұл кітап ғылыми кітап. Бұл кітапқа ғылыми пікір жазған филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ғазиз Иштанаев ағамыз, және де Болашақ университетіндегі қазақ тілі және әдебиет факультетінің меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Сембиев Құрманғазы ағамыз. Осы Арқа ақыны кітабында Доский ақынның әдеби мұраларына, Кенесары хан дастаны жайлы, Доский Әлімбайдың айтыстары, Доскийдің әдеби мұралары жан-жақты қамтылған. Алдыңғы уақытта осы кітапты Арқа ақыны кітапханаларымыздың сөресінен көру мүмкіндігі бола ма? Сыйға беріле ме ол кітаптар? Әрине, енді бұл кітап аз тиражда шығарылды. Доский ауылындағы ауылдық кітапханада Арқа ақыны кітабымыз қазір кітапхана сөресінде тұр. Оқырмандар келіп, жаңа кітаппен танысып оқуына болады. Тағы бір сұрақ қоя кетсем, осы Доский Әлімбаевты зерттеуге не түрткі болды сізге, аға? Мен негізі Егіндібұлақ ауданынан 1983 жылы осы Қызылқұдық мекеніне, бұл кезде Победа совхозы деп аталатын,
сол 80 жыл көшіп келдім. Бұл кезде біздің ауылымызда әртүрлі ұлттың өкілдері тұратын. Және де мынау 2001 жылы Доскей ақынға Доскей ауыл деп аталды ғой. Сонда мен өзі Доскей ақын туралы көп нәрсе білмейді екенмін. Өзім журналист болғандықтан Доскей ақынды білмеу деген ұят нәрсе. Сол себепті осы ауылдағы кітапханаға келіп, Доскей ақын жайлы жазылған кітаптарды оқып, өзімше талпынып зерттей бастадым. Сонда Доскей ақынның жай ғана ақын емес, ол кезіндегі Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев сияқты, Жаяу Мұса сияқты үлкен деңгейдегі ақын екенін байқадым. Және өзім кітапханаға келгенде Доскей ақынның портреті маған қарап тұрғандай әсер ететін. Осының өзі ой түрткі болды. Қой, мен осы Доскей бабамды зерттейін, қолына келгенше оны жан-жақты ашайын дегенмен ақырындап зерттей бастадым. Доскей туралы мақалаларды аудандық газетке және облыстық орталық Қазақстан газетінде жіберіп жарияланып тұрды. Және де осы ең басты нәтиже, биылғы Доскей Әлімбаевтың 170 жыл мерейтойына орай Арқа ақыны кітабым, және биыл Доскей шілде айының 23-інде Доскей бабамыздың туған күні болатын. Осы туған күніне орай облыстық орталық Қазақстан газетінде Доскей ақынның айтысы, өнері, мұрасы жайлы үлкен көлемді мақала орталық Қазақстан газетінде жарыққа шықты. Доскей ауылының ескі атауы Зелена Балка Победа болды. Доскей ауылына ақынның есімін берген кезде қосқан үлесіңіз туралы айтып кетсеңіз. Мен өзім Доскей ақынның мұрасына байланысты өз қосқан үлесім, біз мынау осы модель кітапхана меңгеруші Айтбала Сағынаевна, мәдени қызметкер Ибраева, Дариға Рахимовнамен бәріміз бірігіп, Доскей ақынның шағын мұражайын ашу туралы өзіміз ақылдастық. Содан 2017 жылы ауыл әкімі және ауылдың белсенді адамдары бәріміз 80 адам жиналып, осы кітапханада Доскей ақынның мұражайын ашу туралы өзіміз ақылдастық, кеңестік, қалай бастаймыз деген сияқты. Мен өзім облыстық мұрағаттардан Доскей ақын жайлы материалдар жинай бастадым. Облыстық Сәкен Сейфуллин театрына барып, оның мұражайынан тоже мәліметтер қарадым. Бірақ менің бір аңғарғаным, Доскей ақын 1946 жылдан 1946-тан 60 жылға шейін ескі қаладағы қазақ драма театры Доскей Әлімбаев атында болған екен. Бірақ Сәкен Сейфуллин театрында Доскей Әлімбаевқа байланысты бірде-бір мәліметтің болмағанын аңғардым. Осы ауыл жаңа Айтбала Сағынаева, Дариға ханым арқылы бәріміз бірігіп, ауылдың адамдары атсалысып, осы биыл 170 жылдық мерейтойға Доскей залын ашпақ ойымыз бар. Рахмет. Бастамаларыңыз жақсы екен. Тағы бір сұрақты қоя өтсем. Аға, сіз Доскей Әлімбаевтың ұрпақтарын танисыз ба? Көзбе-көз келісіп, кездесіп дегендей, тың деректер білдім дегендей. Осы Доскей ауылында Доскей Әлімбаевтың жиен немересі Оразбаев Серік ағамыз тұрады. Мен сол Серік ағамыздың үйіне жиі барып тұрам. Осы Доскей ақын туралы, бабамыз туралы жиі сұхбаттасып, әңгімелесіп отырамыз. Сол Серік ағамыздан Доскей жайлы өзімше сұрақтар қойып, мәліметтер қойып, екеуміз сұхбаттасамыз. Бірақ негізі Доскей Әлімбаевқа байланысты әлі мәліметтердің тым аздығын байқадым. Және кезінде Доскей Әлімбаевтың өзінің домбырасы болған екен, өзінің кезінде қолында ұстаған. Көптеген басқа да заттары бәрі кезінде Қарағанды қаласындағы бір музейге қойылып, содан табылмады біз жаңа домбырасын. Бір деректерде, аға сөзіңізді бөліп кетсем, кейбір деректерде интернетте, яғни сол домбыраны бір жансал
сыйға тартты деп жазған екен. Сол қаншалықты рас? Бұл енді менде жаңа өзі кітаптарда материалдан қарап отқанда, бұл сол тарихи мәліметтер бойынша кезінде Біржан Сал, Ақан Сері солармен кезінде замандас жолдас болған ғой. Соларды мысалы Ақан Серінің, Біржан Салдың шәкірті болып, солардан көптеген әндер үйренген. Сол кезде мысалы Біржан Сал бабамыз Доскей ақынның бойындағы ақындық қабілетін байқап, оның өнеріне тәнті болып, өзінің домбырасын тарту еткен екен. Бұл енді бұл тарихта болған мәлімет, шындық. Бізге жетпеген тың мәліметтермен бөліссеңіз, Дәскей Әлімбайұлы туралы. Интернетте жоқ мәліметтер болса. Жота сұрақтарыңыз анық естілмеді. Бізге жетпеген тың мәліметтермен бөліссеңіз, бүгінгі таңда. Доскейге байланысты да? Дәскей Әлімбаевқа байланысты. Жалпы мен байқағаным, Доскей Әлімбайға байланысты Қарағанды қаласындағы мұражайларда болдым ғой, Доскейге байланысты мәліметтер жинайын деп. Сонда бір мұражайдың ішінен бір арнайы папка бар екен. Сонда Доскей бабамызға байланысты мәліметтер жаңа папкада сақталу екен, бірақ маған бермеді. Енді Доскей бабамыз кезінде Кенесары хан туралы дастан жазған ғой. Сол себептен өзімнің ойымша сол Кенесары хан туралы дастан жазды деп, оның көптеген атақтарын алып тастады деген бойымда күдік бар. Өйткені Сәкен Сейфуллин театрында да ешқандай мәліметтер жоқ. Сол арнайы папкада әлі сақталып тұр. Кезінде Сәкен Сейфуллин Мағжан Жұмабаев халық жауы деп кезінде атылып кетті ғой. Сол сияқты Доскей бабамызда сол халық жауы деген сияқты жала жабылып көптеген атақтары алып тасталды. Өйткені мысалы 20 жылдай ескі драма театрында Доскей Әлімбаев атындағы театр аталып келді, бірақ та оған байланысты ешқандай мәліметтер жоқ. Бірақ дегенмен де мен өзімше талаптанып Доскей Әлімбаев арнап 170 жылына арнап биыл арнап өлең шығардым. Осын Доскей Сері деген ән шығардым. Сонда өз тарапымнан енді зерттеп жатырмыз. Енді болашақта Доскей Әлімбаевтың туған жері қазіргі Саран қаласы ғой. Саран қаласы енді кезінде туған жері Соран ғой. Орысша Саран деп аталып кеткен. Осы Саран қаласында Доскей Әлімбаевтың атын беру туралы, және Доскей Әлімбаев ескі қаладағы қазақ драма театры ішінен шағын мұражай ашу сияқты жұмыстар жүргізбек ойымыз бар. Ағатар да бір қояр сұрағым, осы Доскей Әлімбаевты қазір халық мойындады десек қайта айтқанымыз емес. Доскей Әлімбаев туралы жыр, мүшайра облыс көлемінде өткізу мүмкін бе? Жоқ, Доскей ақынға байланысты енді айтысты осы облыстық рухани жаңғыру мекемесінің басшысы Айтбай ініміз сол басшылықты басқарып көптеген Доскейге байланысты ақындар айтысын жыл сайын облыс деңгейде өткізіп жүр. Бірақ мені бір қынжылтатын жағдай, Доскей ақынның мерейтойлары көбіне 140, 150, 160 жылдық мерейтойлары тек Доскей ауылында ғана өтті. Бұл әлі күнге шейін, әлі осы уақытқа шейін аудандық, облыстық деңгейге көтерілмей отыр, республикалық деңгейге. Біздің алға қойған мақсатымыз Доскей Әлімбаевтың мерейтойларының облыстық, республикалық деңгейге көтеру, және ол Доскейді зерттеудегі мақсатымыз қазіргі 21 ғасырда қазақ руханиятында рухани құлдыраушылық тенденциясы байқалып, осы рухани құлдыраулық байқалуына байланысты қазақ жастарында тәлім тәрбиесінде көптеген кемшіліктер болып жатыр. Осы рухани мәселені толықтыру үшін сол Доскей бабамызды зерттеп жастарға үйретпекпіз.
және Доскей танушы шәкірттер дайындау мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Көптен көп рахмет. Осы арада Доскей ақынға шығарған бір өлең шумағын айта кетейін. Айтыңыз. Атандың Доскей ақын бала жастан, Сарыарқада ақын бар ма сізден асқан, бай дәулеттің аруағы қолдағанда, дауысыңыз көкке жетіп қырдан асқан. Бисмилляхи сөз басы қазақты Алла қолдашы, Бұқарша менде жырлайын, Доскейлі халқым тыңдашы дейді. Және мен Доскей бабамды зерттегенде менің бойымдағы көптеген бір ақындыққа деген қабілетім ашылды. Сол мына әр адам басында бармақтай бақ, алтындай тақ болады дейді ғой. Соны рұқсат етсеңіздер бір-екі шумақ бармақтай бақ деген өлеңді оқып берейін. Бармақтай бақ тұр маңдайда, қызыл тіл тұр ғой таңдайда. Бақ деген сөзді жіктесең, үш әріптен тұрмай ма? Бас деген сөзде үш әріп, баста бәрі тұрмай ма? Бір басқа бәрін сыйғызған, құдіретті Алла тәңірім, бәрінен күшті болмай ма? Бармақтай бақ тұр маңдайда, артымнан бақыт қумай ма? Бақ деген сөздің салмағы 100 000 тонна болмай ма? Бақ деген сөз бар ғаламат, өмір менен тағдырын, болашақ арман мақсатын бір сөзге сиып тұрмай ма? Бармақтай бақ тұр маңдайда, балапан мөрім таңдайда. Бақтың білсең қасиетін, басыңа баққыз қонбай ма? Алла деген төрт әріп, ақыл деген төрт әріп, төртеу түгел болғанда, ақыл қайдат бақ дәулет, жігітім қайда жүрсін деп, басыма шығып сайрандап, алтыннан сарай салмай ма? Бармақтай бақ тұр маңдайда, жастықша от боп жанбай ма? Бақ деген сөз бар даналық, даналық сырын ашпай ма? Көз деген сөзде үш әріп, тіл деген сөзде үш әріп, үшті қосқанда болады сонда алты әріп. Алты деген бақ құсы, алты деген алталаш, өмірлік тасым өрмелеп, өмірім жайнап тұрмай ма? Бармақтай бақ тұр маңдайда деген өлеңім. Сабыршам, рахмет, қаламыңыз ұштала берсін аға. Бір заттың орындалу үшін бір зат себепші дейді. Осы ақындығыңыз Доскейді зерттеу арқылы ұшталды ма? Яғни содан бастап алды ма? Шын айтсам, Доскей бабамызды зерттеп жүрген кезде мен бұрын журналистік болып, замандас газетінде істедім деп айттым ғой. Заманда, Шипа газеттерінде. Бірақ мен осы бойымдағы ақындық қабілетім, осы Доскей мұрасын, әдеби мұралы зерттеу бағытында өзі бойым оянды. Өлеңдер жаза бастадым. Қазір осы уақытқа шейін 200-дей өлең жаздым. Одан басқа мен повестер жазумен шұғылданамын. Бір 5-6 повест жаздым. Соның алғашқы туындысы жаңа Доскей Әлімбаевтың балалық шағына байланысты жаңа фантастикалық жанр түрінде жазылған жаңа балалық шағына байланысты әңгімесі. Болашақта Доскей Әлімбаевтың жігіттік шағына, жастық шағына байланысты кітап жазу жұмыс жоспарында бар. Осы бағытта жұмыс атқарып жатырмын. Сіздің тағы шыққан кітаптарыңыз, Доскейден басқа өзіңіздің ақындық жолында шығарған кітаптарыңыз бар ма? Жаңа айтып өтіңіз, 200-дей өлеңім бар, соны топтастырып, бір ретке келтіріп, жинақтап дегендей. Осы Доскей ауылындағы модельдік кітапханада 2017 жылы менің поэзиялық кешім өтті. Осы поэзиялық кешімде ауылдың оқырмандары жиналды, тұрғындары келді. Сонда поэзиялық кеште біраз өз өлеңдерімді оқып, осы ауылдың тұрғындарына өзім таныстырдым. Бірақ ол 2017 жылы Қазағым менің көк түрік деген өлеңдер жинағы сол Карму баспасынан шықты. Онда енді көптеген өлеңдер, аз ғана өлеңдер кірді онда, жаңағы жинаққа. Болашақта енді одан кейін осы биылғы Арқа ақын деген кітабым. Бұл кітап жай ғана кітап емес, бұл ғылыми сараптамалық кітап. Бұл кітапты кітапханаларда, университеттерде ғылыми Доскей танушыларға, ғалымдарға кітап ретінде
оқуға болады. Енді тағы да өлеңдерді қазір дайындап жатырмын. Үшінші кітабымды. Алла қаласа өлеңдер жинағы тағы да шығып қалмақ. Аудандық халық модельдік кітапханада өлкетану бұрышында Дәскей Әлімбайұлына арналған бұрыш бар арнайы. Және де Дәскей Әлімбайұлы туралы Сөнбе жұлдыз атты тақырыптық жинақтық папкасы бар. Онда алдымызда жұмыс атқарған Майгүл Насырқызы, Нафис Мұхамедияқызы жинап келген, көнеден келген барлығы материалдарымыз бар осы папкада сақтаулы, қалың оқырмандар назарына. Айтып өтіңіз, арқа ақыны деп. Осы ретте, осы кітапты біздің кітапханаға сыйға тартқыңыз келеді ме? Сізден бұл ретте сұрасақ. Әрине, енді астыра шыққанмен енді бір данасын, болмаса екі данасын сіздерге тарту ретінде сіздерге берем бұл кітабымды. Өйткені бұл кітаппен біздің ауылдың тұрғындары ғана емес, Бұқар Жырау ауданының жұртшылығы танысу керек, білу керек деген сияқты. Оны бұл міндетті түрде сіздерге тарту етем бір-екі кітабын сіздерге. Сауалдарыңыз болса, қойып беріңіздер, мен жауап беруге дайынмын. Құрметті оқырман қауым, сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирдеміз, қойып отырыңыздар. Бүгінгі қоғамда сөз арзан ба, қымбат па? Соны айтып кетсеңіз, сіздің пікіріңізше. Толық түсінбедім сұрақты. Қоғамда сөз арзан ба, қымбат па? Сіздің ойыңыз. Жалпы біздің қоғамда енді сөздің енді сөз сөйлеу мәнері, сөз сөйлеу стилі бәрі бізде қазір бұрынғыдай емес. Қазақ тіліміз шұбарланып кетті. Бұл қазақ тілі жайлы мен көп ойланам. Бұл қазақ тілі біздің ана тіліміз ғой. Қазақ тілі қазақтың жүрегі, жаны деп айтсам артық айтқанда емес. Жалпы қазақ қоғамында осы қазақ тілі мәселесі көпшілігімізді толғандырады. Өйткені біз өзім ойлап отырсам, талдау жасап отырсам, қазақтың 50% енді орыстанып кетті десем артық айтқанда емес. Біз онда тең жартысымыз қазір орыстанып кетті. Енді бұл енді жаһандану дәуірінде қазақ тілін қалай көтереміз, тәуелсіздігімізді қалай сақтаймыз деген сияқты мәселелер қазір туындап жатыр. Соған байланысты әр адам өз жұмысында сапалы жұмыс істеп, мысалы ақын болса, ақындық өнердің биігіне жетіп, жазушы болса, сол жазушылықтың биігіне жетіп деген сияқты, біз қазір материалдық ақша мәселесі бірінші орынға шығып кетті. Қазір капиталист системаның алғашқы сатылары басталып жатыр ғой. Көбісі сол ақша ойлап кетті адамдардың көбі. Сондықтан да мен ойлаймын, ең бірінші ақшадан гөрі қазақтың мемлекетінің болашағын, ана тіліміздің болашағын, қазақ руханиятының мәселені ойлауымыз керек. Осы сол себепте біз қазақтан шыққан осы Доскей бабамыз сияқты бабаларымызды, ақындарымызды, Бұқар Жырау бабаларымыз сияқты жан-жақты зерттеп, жастардың сана сезіміне сіңіруіміз керек. Өйткені қазір бәрі интернет болып кетті, интернетте көптеген ақпараттар бар. Қазір кітап оқудың өзі қазір азайып кетті, шын айтқанда. Қазір бәрі дайын ғой, бәрі интернеттен қарай салады, ақпарат ала салады. Сондықтан да біз руханият мәселесіне назар аудару керек. Және сөз деген ол құдірет. Әр сөзіміз ойланып сөйлеуіміз керек. Қазір біздің ортада қалай болса қазақ тілін сөйлеу деген сияқты тенденциялар байқалады. Сондықтан да бұл қазақ тілінде, қазақтың тәуелсіздігіне байланысты мәселелер қазір ұшан теңіз, кемшіліктер көп. Бірақ көш жүре түзеліп дейді ғой. Ол үшін біз жаңағындай Доскей сияқты бабаларымызды насихаттауымыз керек, жастардың сана сезімін сіңіруіміз керек сияқты. Осы бағытта біз көп жан-жақты жұмыс істеуіміз керек. Сол кезде біртіндеп нәтиже болады. Жалпы қазақ жастарының
болашаққа деген сенімі жақсы. Қазақ жастарының бұл жан-жақты білімді. Біз әрдайым қазақтың жастарына сенеміз. Олар біздің болашағымыз, осы қазақ мемлекетінің олар тірегі. Сондықтан да, ал біз өз тарапымызда жан-жақты жұмыстар жүргізе беруіміз керек. Жаңа сіз кітап оқуды баса айттыңыз. Біздің орталық кітапхананың тұрақты оқырманы Есмағамбетов Тілеубек ағадан кеше сіз туралы мәлімет алдық. Сізді Доскей танушы, көп білем деп хабарласа, сәлем айтыңдар деп сізге сәлем жолдаған болатын. Рахмет. Ақындықпен көп айналысып жүрген тұлға деп танимын. Сіздің ұғымыңыздағы жан тазалығы дегенді қалай түсінесіз? Жан тазалығы дегеніміз ол енді әрбір адам өзінің ақыл парасатымен, білімімен, бойындағы адамгершілік қасиетімен бағаланады. Жан тазалығы деген менің ойымша өмірде әр адамға жақсылық жасау, жаман сөз айтпау деген сияқты. Біздің қоғамда неге суық сөйлейтін адамдар дейді ғой. Сондай адамдар көбейіп барады. Бір-біріне мысалы кейде балағаттау деген сияқты, адам көңіліне қарамайды, бір ауыр сөз айта салады деген сияқты. Ол енді сөз деген үлкен қару ғой. Сонда әр адам сөйлегенде ойланып сөйлесе, жақсы сөйлесе, жақсылығын айт, нұр тасын деген сияқты адамдар бір-біріне жақсы сөз айтып, бір-бірін қолда, бір-бірін сыйласа, бұған жететін нәрсе жоқ деп өзім ойлаймын солай. Шарамызды қорытындыласақ, өзіңіздің ойыңыз туралы, Доскей туралы қорытынды сөз ретінде. Жалпы мен алма қойған мақсатым, Алла қаласа енді Доскей Әлімбайұлын әлінде жан-жақты зерттеу, оның мұраларын насихаттау, Доскей Әлімбаевқа байланысты тағы да болашақта кітаптар жазу. Оны негізі осы мерейтойларды, карантинге байланысты мерейтойды өз көптеген мәдени шараларымызды көрсете алмай қалдық. Әйтпесе жоспарда көп нәрсе болған. Сондықтан да болашақта Доскей Әлімбаевтың мұраларын жан-жақты біз көрсету ойымызда бар. Оның мысалы Доскей Әлімбайұлының мысалы Кенесары хан туралы дастаны бар. Сол Кенесары хан дастанына байланысты болашақта жаңа жастар арасында сол дастанда жасатқызып бір байқау ұйымдастыру деген сияқты жұмыс жоспарында бар. Сосын жаңағы қайталауға қойып отырсам, жаңағы Қарағанды қаласындағы анау ескі қазақ драма театрының ішінен Доскей залы, Доскей шағын мұражайын ашу сияқты жұмыстар жүргізбек жұмыс жоспарында бар дейді, айта кеткім келеді. Жалпы жаңа Доскей Әлімбаевтың мерейтойын облыстық республикалық деңгейге жеткізу. Біздің міне қазір осы жағынан бізде кемшіліктер өте көп болып жатыр. Сол ауылдық деңгейде біледі, ал жаңа бір мысалы сыртқа шығып, кей адамдардан Доскей Әлімбаев кім десе, кейбіреулер даже білмейді де. Ол кім дейді? Ол ақын екенін ғана біледі, бірақ оның мұраларын көп адамдар білмейді екен. Сондықтан да бізде насихаттау, Доскей Әлімбаев насихаттау жағы өте кемшін болып жатыр. Оны мойындауымыз керек. Сондықтан да Доскей ақынға байланысты жұмыстарды ары қарай жүргізу керек. Енді бұл мәселеде сіздер де аудандық кітапхана мамандары да үлес қосады ғой деп ойлаймын. Бүгінгі мынау арнайы эфирге шақырып сұхбат жасап жатқандарыңызға көп рахметімді айтамын. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын деймін де. Жамбылдың жасын берсін, Абайдың ақыл парасатын берсін. Жалпы енді білім деген кітапта ғой. Сол кітапханада. Сол сіздің тұрақты оқырмандарыңыз көп болсын. Сізде өмірде қандай жақсылық болса, соны сіздерге тілеймін. Жастарыңыз жүзге келсін деп тілеймін. Денсаулықтарыңыз темірдей болсын. Әрдайым осындай оқырмандарыңыз көп болсын деп, барлық өмірде қандай жақсылық бар, соны барлықтарын сіздерге тілеймін.
Рахмет сізге. Рахмет, уақыт бөліп бізге тікелей эфирге шығуға келісіміңізді бергеніңіз үшін сізге шығармашылық табыс тілейміз. Қаланыңыз ұштала берсін. Сіз біз болып атсалысып, Доскей Әлімбайұлының облыстық және республикалық көлемінде мерейтойларын аталып өтілуіне әркім үлесін қосады деп тілейміз. Осымен біздің іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Қатысып, аға сізге рахметімізді айтамыз. Сізге де көп рахмет. Жақсылықта келісейік тойда. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар, құрметті оқушылар.